Сәлем достар, баршаңызға қасиетті Рамазан айында тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Мен осы қасиетті айда пайғамбарлар қиссасы кітабын оқуды жөн көрдім. Сондықтан ең алдымен Адам ата алейхиссаламның қиссасынан бастайтын боламыз. Адам ата алейхиссалам, адамның жаратылысы. Аллах тағала бүкіл адамзатты тек өзіне ғана ғибадат ету үшін жаратты. Мұны Құрандағы жын мен адамзатты өзіме құлшылық қылулар үшін жараттым деген аят нақтылайды. Бірақ әлбетте әлемдердің Раббысы біздің құлшылығымызға ешқандай да мұқтаж емес. Керісінше, біз оған мұқтажбыз. Оның барлық кемшіліктерден пәк, көркем есімдері мен ұлы сипаттары бар. Аллах тағала осы есімдерінің әсерін, мейірімділігі мен даналығының белгілерін, құдіреті мен ұлылығының айғағын көрсетуді қалады. Сөйтіп, ол мейірімділігін, шексіз білімі мен даналығын және өлшеусіз күш құдіретін көрсету үшін мақлуқатты жаратты. Ал құлшылық міндеті жүктелген жаратылыстардың бірі адамзаттың атасы Адам еді. Әрі ол жер бетіндегі алғашқы пайғамбар болатын. Адамның тарихы оның жаратылуынан бұрын барлық кемшіліктерден пәк Аллах тағала мен оның періштелерінің арасында болған көктегі ұлы әңгімеден басталады. Аллах тағала бұл әңгімені Мұхаммед кезінде Раббың періштелерге мен жерде бір орынбасар жаратамын дегенді деп бастайды. Яғни Аллах тағала жерде үкім жүргізетін, онда өркениет жасайтын, бірінің орнын бірі басатын мақлуқты жаратуды қалады. Аллах тағала ол сендерді жерден жаратып, әрі онда өмір сүргізді деген. Сонда періштелер, сен онда бүлдірушілік істеп, қан төгетін біреуді жаратасың ба? Деп сұрады. Періштелер адамның ұрпағы бүлдірушілік жасап, қан төгетінін қайдан білді? Олар бұл сөзді қарсы шыққандықтарынан айтпады. Олар мұндай сипаттан пәк. Бірақ олар шындар жаратылғаннан кейінгі оқиғаның куәсі болғанда. Аллах тағала адамды жаратудан 2000 жыл бұрын жындарды жаратып, оларға жерде ерік берді. Сонда олар тура жолдан адасып, жер бетінде бүлдірушілік істеді. Жындар жерде билік етуге лайық емес еді, және олардың бұған санасы да жетпейтінді. Оларда жерді билейтін күш те, ақыл да жоқ. Енді Аллах тағала басқа бір жаратылыс түрін жаратпақшы. Мүмкін олар да жындар сияқты бүлдірушілік істейтін шығар. Періштелер Аллах тағалаға ғибадатта кемшілік жіберіп қойдық па деп қорықты. Сөйтіп олар бізден басқа біреуді жарататындай біз қателік істеп қойдық па деп сұрамақшы болды. Ал біз сені мақтау арқылы дәріптейміз және кемшіліктен пәк деп білеміз деді. Яғни сен бізден басқаны жаратпақшысың. Мүмкін біз сені мадақтап, дәріптеуде кемшілік істедік пе дегенді. Демек, бұл жердегі сұрақтың мәні екі мәселені қозғап тұр. Сен жындар сияқты бүлдірушілік істейтін адамдар жаратасың ба? Немесе басқа біреуді жарататындай біз кемшілік жібердік пе? Сонда Аллах тағала оларға, мен сендердің білмейтіндеріңді білемін, деді. Сонда періштелер өзара әңгімелесіп, Раббымыз қалаған нәрсесін жаратады. Ол ешқашан өзінің алдында бізден құрметті, әрі білімді жаратылысты жаратпайды деді. Себебі олар барша мақлуқтарды, көктер мен жерді, жануарлар мен жындарды көрді. Сондай-ақ өздерінің Аллахқа мадақ айтып, оның әмірі мен тапсырмаларын бұлжытпай орындайтынын, көктер мен жердегі оның бұйрықтарын қалтқысыз іске асыратынын, және өздерінің Аллахтың алдындағы ең құрметті құлдар екенін білетін. Олар Аллах тағаланың ең білімді әрі қадірлі құлдары болатын. Аллах тағала адамды жаратпақ болған кезде жерден топырақ әкелуге бұйырды. Әбу Мұса әл-Ашғариден Аллах оған разы болсын. Жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Аллах адамды бүкіл жер бетінен бір уыс топырақ алып жаратты. Сөйтіп, адам балалары жердің ерекшелігіне қарай пайда болды. Олардан ақ, қызыл, қара түстілері және олардың арасындағылары жеңіл және қатты мінезділер мен олардың арасындағылары сондай-ақ жақсы, жаман және олардың арасындағылары бар деген. Сонымен адамдардың түр-түсінің және мінез құлықтарының ерекшелігі жер бедерімен, табиғатымен байланыстырылады. Бұл жаратылыс адам топырақтан бастау алды. Сосын ол сумен араластырылып лайға айналды. Сондықтан Құранның кейбір аяттарында адамды топырақтан, ал кейбірінде
балшықтан, саздан жаратылды делінген. Сол уақытта Раббың періштелерге, мен балшықтан бір адам жаратамын дегенді. Топырақ суға ашыланды. Сосын ол онымен араласа келе, бір-біріне жабыса бастады. Аллах тағала оларды, адам баласын, жабысқақ балшықтан жараттық дейді. Аллах тағала оны мүсін тәрізді бейнеледі. Сол балшық мүсін біраз уақыт тұрып кепті. Сөйтіп ол қыш құмыра секілді бейнелі кепкен қара балшыққа айналды. Аллах тағала: расында адамды кепкен қара лайдан жараттық. Ібліс сәжде қылудан бас тартып, балшықтан жаратқаныңа сәжде қыламын ба, деді. Ол адамзатты сыңғырлаған кепкен балшықтан жаратты деген. Демек, бұдан адам жаратылысының негізі болған топырақ түрлі кезеңдерден өткендігін білеміз. Мұның және бір дәлелі Аллах тағаланың біз сендерді жараттық, одан кейін тұлғасын сомдадық деген сөзі. Бұл мүсіннің жаратылған кездегі түр тұлғасын сипаттап, Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның Аллах адамды ұзындығын 60 кез етіп жаратты. Адамдар сол уақыттан бастап қысқара берді дегенін Абу Хурайра, Аллах оған разы болсын, риуаят еткен. Бір хадисте адамның бойы 60 кез, ал ені 7 кез деп сипаттаған. Адамға жан бітуден бұрын періштелер оны мүсін қалпында көріп үрейленеді. Ең қатты үрейленген Іблис болды. Ол қасына келіп, оны ұратын. Сонда мүсін жаңғырған дыбыс шығаратын. Мүсіннің іші бос, қуыс екенін көрген Іблис, оның өз-өзіне ие бола алмайтын әлсіздігін білді. Іблис оған: сен нендей іс үшін жаратылдың, дейтін еді. Сосын ол оның аузынан кіріп, артынан шықты. Сонан кейін ол періштелерге: қорықпаңдар бұдан. Егер мені одан үстем қылса, оның көзін жоямын. Ал егер оны менен үстем қылса, қарсы шығамын, деді. Сөйтіп Іблисте әуелден-ақ адамға дұшпандық пайда болды. Анас ибн Маликтен, Аллах оған разы болсын, жеткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: Аллах тағала адамды жаратқан кезде оны бір шама сол күйінде өзі қалаған мерзімге дейін қалдырды. Сөйтіп Іблис оны айнала бастады. Оның кәуек екенін көріп, әлсіз жаратылыс екенін білді деген. Адамға рухтың үрленуі. Сонан соң Аллах тағала адамға рух үрледі. Бұл туралы Құранда оның жаратылысын тәмамдап, рухымнан үрлеген жан салған сәтте, оған сендер, яғни періштелер, сәжде етіңдер делінген. Сонымен қатар әлі Имран сүресінде де, ақиқатында Аллахтың қасында Исаның мысалы Аллах оны топырақтан жаратып, бол дегенде болған адамның мысалындай деген аят келген. Анас ибн Малик, Аллах оған разы болсын, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам, оған Аллах тағала рух үрлеген кезде жан алдымен оның басына кірді. Сонда ол түшкірді де: «Әлхамдулиллах», деді. Сонда Аллах тағала оған: «Саған Раббыңның мейірі жаусын», деді, деп айтқанын жеткізген. Осылайша адамға рух толығымен енбей жатып, Аллах тағаланың мейірімі түскен. Рух көзіне жеткенде, ол жұмақтың жемістеріне қарап, олар туралы ойлана бастады. Ал рух қарнына жеткенде, оның тамақ жегісі келді, және аяғына жан бітпей жатып, ол тағамға қарай ұмтылды. Жұмақтың жемістеріне асықты. Аллах тағаланың адамзат асыққыш болып жаратылды деуінің мәні осы. Адам періштелерден де құрметті әрі білімді еді. Ибн Аббас, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, Аллах оған көктер мен жердегі барлық нәрселердің атауын үйретті деген. Бұл жануар, ал анау теңіз, мынау құс, мынау тау деген сияқты. Аллахтың үйретуімен адам барлық нәрсенің атауын білді. Аллах тағала оған сонымен қатар барлық еңбек өнерін, от жағуды, ағашты, темірді, тағы сондай пайдалануды үйретті. Аллах оның бейнесін ғана емес, сондай-ақ білімін, ақыл есінде өте жоғары дәрежеде сомдады. Ол Аллах адамға барлық нәрселердің аттарын үйретті де, сонан соң соларды періштелерге көрсетіп: шындықты айтқан болсаңдар, маған осы нәрселердің аттарын айтып беріңдер, деді. Аллах тағала мұнымен адамның олардан құрметті әрі білімді екенін білдірді. Адамның осындай артықшылықтарын паш ету мақсатында Аллах періштелерге адамға сәжде етуді бұйырды. Сонда періштелер Аллахқа: сен пәксің, бізде сенің үйреткеннен басқа ілім жоқ. Расында сен толық білуші, өте данасың, деді. Аллах тағала:
«Ей адам, оларға мыналардың аттарын айтып бер», деді. Сонда адам оларға ол заттардың аттарын айтып бергенде, Аллах: «Мен сендерге аспандар мен жердің құпиясын білемін. Сондай-ақ сендердің жария ететіндерің мен жасырғандарыңды білемін деп айтпадым ба?» деді. Бұл жерде періштелер нені жасырған еді? Олар Аллах ешқашан бізден құрметті және білімді жаратылыс жасамайды деген сөздерін жасырған болатын. Адамға періштелердің сәжде қылуы. Сонымен Аллах тағала адамның құрметті әрі білімді екенін көрсеткеннен кейін періштелерге оған сәжде қылуды бұйырды. Олардың арасында Иблис те бар еді. Ол бұған дейін Аллах тағалаға ешқашан қарсы келмеген ізгі жындардың бірі болатын. Аллах тағала оны жасаған ғибадатының құрметі ретінде көкке көтеріп, дәрежесін періштелермен теңестіргенді. Бірақ ол әсілінде періште емес болатын. Періштелермен қатар адамға сәжде қылу Иблиске де бұйырылған еді. Бірақ ол Аллах тағаланың бұйрығына қарсы келді. Сөйтіп, Аллахтың қаһарына ұшыраған ол жұмақтан қуылып тынды. Бұл туралы Аллах тағала: «Біз сендерді жараттық, одан кейін тұлғасын сомдадық. Кейін періштелерге адамға сәжде қылыңдар дедік. Сонда олар сәжде етті. Тек Иблис сәжде етушілерден болмады» деп айтқан. Аллах Иблиске: «Мен бұйырғанымда сәжде етпейтіндей саған не кедергі болды?» деді. Ол: «Мен одан артықпын. Сен мені оттан жараттың, ал оны лайдан жараттың» деді. Аллах: «Бұл жерден жәннаттан түс. Сенің бұл жерде тәкаппарлық етуіңе орын жоқ. Шығып кет. Сен қор етілгендерденсің» деді. Иблис: «Маған олар қайта тірілетін күнге дейін мұрсат бер» деді. Сонда Аллах тағала: «Сен мұрсат берілгендерденсің» деді. Иблис рұқсат алып болғаннан соң: «Ендеше менің қаңғыртқаның себепті мен де оларға қарсы сенің тура жолыңда отырып аламын. Сонан соң оларға алды артынан, оң солынан келемін де, сен олардың көбін шүкір етушілердің қатарынан таппайсың» деді. Оған Аллах тағала: «Бұл жерден айыпталған қуылған түрде шық. Олардан адамдардан кім саған ерсе, міндетті түрде жаһаннамды сендердің бәріңмен, шайтан әрі оған ерген адамдар және жындармен толтырамын» деді. Бұл әңгіме басқа бір аяттарда толығырақ келтірілген. Мұхаммед: «Сол уақытта Раббың періштелерге: мен кепкен қаралайдан адам жаратамын. Оның жаратылысын тәмамдап, оған рухымнан үрлеген жан салған сәтте оған сәжде қылыңдар» деді. Сонда періштелер түгел сәжде қылды, бірақ Иблис сәжде қылушылармен бірге болудан бас тартты. Аллах тағала: «Ей Иблис, сен неге сәжде қылушылармен бірге болмадың?» деді. Иблис: «Сен кепкен қаралайдан жаратқан адамға сәжде етпеймін» деді. Аллах: «Онда жәннаттан шық, өйткені сен жәннаттан қуылдың, және саған қиямет күніне дейін лағнет бар» деді. Иблис: «Раббым, ендеше маған қайта тірілер күнге дейін мұрсат бер» деді. Аллах Иблиске: «Сен белгілі бір мерзімге мұрсат берілгендерденсің» деді. Ол: «Раббым, мені қаңғыртқаның үшін адам баласына жер жүзіндегі жаман нәрселерді жақсы көрсетіп, олардың шынайы құлдарыңнан басқаларының барлығын адастырамын» деді. Аллах: «Маған келетін тура жол осы. Менің шынайы құлдарыма ықпалың жүрмейді. Бірақ саған кім ерсе, ол адасқандардан болады. Сөз жоқ, оларының бәрінің уәделі жері жаһаннам» деді. Аллахқа жасалған алғашқы күнәдан хабар беретін аяттар жеткілікті. Оған алғаш қарсы шыққан Иблис еді. Оған Аллахтың лағнеті болсын. Аллах тағала өзіне қарсы шыққанды бірден жазалап, оны кәпірлер санатына қосты. Кәпір Аллах тағаланың нығметін жоққа шығарушы. Аллах тағала Иблисті көкке шығарып, дәрежесін көтерді, ал ол оның нығметін жоққа шығарды. Хауаның жаратылуы. Ендігі кезекте Аллах тағала Хауаны жаратты. Әлбетте ол бірден жаратылған жоқ. Алдымен адам жәннатта біраз уақыт жалғыз өзі өмір сүрді. Ол өзін жалғыз сезінді, рухы құлазып зерікті. Содан бір күні ол ұйқыда жатқан кезде Аллах тағала оның сол жақ қабырғасының бірін алып, сүйекті етпен қаптап, одан Хауаны сомдады. Құранда бұл мәселеге қатысты: «Ей адамдар, сендерді бір кісіден, адам атадан жаратқан және одан жұбайын Хауананы жаратып, ол екеуінен көп деген ер, әйелді таратқан Раббыларыңнан қорқыңдар» деген аят бар. Сонымен адам атадан Хауа ана жаратылды.
Ибн Аббас, Аллах әкесі екеуіне разы болсын. Адам ұйқысынан оянған кезде алдында отырған әйелді көрді. Одан, сен кімсің? Деп сұрады. Ол, әйелімін, деп жауап берді. Адам, не үшін жаратылдың? Деді. Сенімен тұру үшін, деді Хауана. Періштелер бұл әйелді көріп, адамға келіп, бұл туралы сұрады. Өйткені ол адам ағдаға ұқсамайтын еді. Олар, оның аты кім? Деді. Адам, Хауа деп жауап берді. Оған мұны білдірген Аллах тағала еді. Сонда олар, неге оған Хауа деген ат берілді? Деп сұрады. Адам, өйткені ол тірі нәрседен жаратылды, деді, деп риуат еткен. Абу Хурайрадан, Аллах оған разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: кімде-кім Аллахқа және ақырет күніне иман келтірсе, бір іске куәлік берген кезінде жақсылықты айтсын, не үндемесін. Әйелдермен жақсы қатынаста болыңдар, өйткені әйел қабырғадан жаратылған, ал қабырғалардың ең қисық жері жоғарғы бөлігі. Оны түземек болсаң, сындырып аласың, ал жөніне қалдырсаң, сол қисық күйінде қалады. Сондықтан әйелдермен жақсы қатынаста болыңдар деген. Сахи хадистерде Ибрахимнің әйелі Сарраның адамзат тарихында Хауа анадан кейінгі ең көрікті әйелдердің бірі болғандығы баян етіледі. Бұл хадис Хауа ананың адамзат жаратылғаннан қиямет күніне дейін ең сұлу әйел болып қалатындығын көрсетеді. Іблістің азғыруы. Адам ата мен Хауа анаға өштескен Ібліс оларды азғыра бастады. Бұл азғыру Адам мен Хауа жаннатқа орналасқаннан кейін басталды. Аллах тағала: біз, ей Адам, сен және жұбайың жәннатта тұрыңдар. Одан қалаған жерлерінде емін-еркін жеңдер де, мына ағашқа жоламаңдар, әйтпесе әділетсіздерден боласыңдар, дедік. Сол кезде періштелерге, Адамға сәжде етіңдер, дедік. Сонда олар сәжде етті. Тек Ібліс қана сәжде етпей бас тартты. Біз, ей Адам, шын мәнінде бұл саған және жұбайыңа дұшпан. Ол сендерді жәннаттан шығармасын, онда бақытсыз боласың. Сен ол жерде жәннатта ашықпайсың, және жалаңаш болмайсың. Сен ол жерде шөлдемейсің, және күннің аптабында қалмайсың, дедік деген. Яғни, Ібліс Адам мен оның әйелі Хауаға әуел бастан-ақ дұшпан болды. Олар шөлдеуді, аптапты сезбестен, қарындары тоқ, киімдері бүтін, молшылық бақытта бейпіл өмір сүрді. Әрі ешқандай қиындық, жоқшылық көрмеді. Сол уақытта Ібліс тарапынан азғыру басталды. Бұл азғыру оларға сол Аллах тағала тыйым салған ағашты мәңгілік пен патшалық ағашы деп көрсету арқылы іске асты. Олар ағаштан жеміс жеген сәтте әуреттерін жауып тұрған киімдері сыпырылып, жалаңаш халге түсті. Өйткені шайтан осылардың осылай жалаңаш қалуын және Аллах тағалаға қарсы келуін қалаған еді. Аллах тағала сонда шайтан олардың жабық тұрған ұятты жерлерін өздеріне көрсету үшін екеуін азғырып: Раббыларың сендерді періште болып кетпеулерің, немесе мәңгі қалушылардан болмауларың үшін ғана мына ағаштан қайтарды, деді. Оларға: мен сендерге шынайы кеңес берушілерденмін, деп ант ішті деген. Ібліс ант ішіп, оларды алдап, жәннаттың тұрғынына тіптен лайық емес істерге итермелей бастады. Нәтижесінде олар Іблістің құрған тұсағына түсіп алданады. Күнә істеп киімсіз қалады. Қасиетті Құранда бұл жайында: сонда екеуі ағаштан татқан сәтте ұятты жерлері ашылып қалды делінген. Адам да Хауа да ұяттан жерге кірердей күй кешті. Мұндай шынайы, риясыз ұят адам баласының болмысында бар. Сондықтан да адам әлі күнге дейін жалаңаштықтан қысылады. Адам ата мен Хауаны жәннат ағаштарының жапырақтарын жұлып, денелеріне жапсыра бастады. Аллах тағала: екеуі жәннат жапырақтарынан үстеріне жапсыра бастады, дейді. Адам ұялғанынан қашты. Аллах оған тіл қатып шақырды. Хадисте: адам қашқан кезде Аллах тағала оны: ей адам, сен менен қашпақсың ба? Деп шақырды. Ол: жоқ, уа Раббым, мен сенен қашпақшы емеспін. Бәлкім осы күнәһар жалаңаш күйімде көруіңнен ұялдым, деді деп айтылған. Ағаш жемісінен алғаш Хауа жеді, және адамды да осыған итермеледі. Бұл туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: егер Хауа болмағанда, ешбір әйел күйеуіне қиянат істемес еді, деген. Раббылары оларға: сендерді бұл ағаштан қайтармадым ба? Әрі шайтан сендерге анық дұшпан деп айтпадым ба? Деп үндеді. Олар сол кезде Ібліс сияқты қасарысып тұрып алмай, күнәларын мойындап:
Раббымыз, біз өзімізге әділетсіздік істедік. Енді бізді кешіріп, рақым етпесең, сөзсіз зиянға ұшырағандардан боламыз, деді. Дегенмен Аллах тағала екеуіне ашуланды. Сонда үлкен бұйрық келді. Аллах тағала оларға, Адам, Хауа және Иблиске: жәннаттан төменсіңдер, сендер біріңе бірің жаусың. Жерде сендерге бір уақытқа дейін тұрақ жай және пайдалану сынақ өмірі бар. Адам және Хауа, сендер ол жерде өмір сүресіңдер, әрі ол жерде өлесіңдер, және ол жерден қайта шығарыласыңдар, деді. Адамның жердегі өмірі. Адам күнә істегеннен кейін Раббысынан сөздер үйреніп, оған сол сөздер арқылы тәубе қылды. Аллах тағала құлының тәубесін қабыл етіп, оны тура жолға салды. Өйткені Адам өз күнәсында тоңмойындық танытпаған болатын. Ал Иблис болса, Аллах тағала не үшін сәжде қылмадың дегенде қасарысып жауап қайтарды. Алайда Адамға, неге менің әміріме қарсы шықтың деп айтқанда, ол әйелі екеуі: Раббымыз, біз өзімізге әділетсіздік істедік. Енді бізді кешіріп, рақым етпесең, сөзсіз зиянға ұшырағандардан боламыз, деді. Күнәсінің жазасы ретінде олар жұмақтан шығарылды. Сөйтіп, Адам мен Хауа жерге түсірілді. Олармен бірге жерге Иблис те түсті. Адам мен Хауана жер бетінде ұзақ та баянды ғұмыр кешті. Олар 1000 жыл бірге өмір сүрген. Аллах тағала ол екеуінен көптеген ерлер мен әйелдерді таратты. Олардың бала шағасы, ұрпағы көп болды. Көне еврей жазбаларында Адам ата ұрпақтарының саны 400 мыңға жеткен деп айтылады. Бұл туралы Құранда: ей адам баласы, сендерді бір кісіден, Адам атадан жаратқан, және одан оның жұбайын, Хауананы жаратып, ол екеуінен көптеген ер әйелді таратқан Раббыларыңнан қорқыңдар, делінген. Ат-Табари: Хауа адамнан 20 құрсақ көтеріп, егізден 40 бала туды. Әрбір егіздің бір сыңары ұл, бір сыңары қыз болатын. Олардың тұңғышы Қабыл, оның қарындасы Құлайым, ал ең кенжесі Абдул-Муғис, оның қарындасы Уммул-Муғис еді деп риуат еткен. Адамзат нәсілі көбейіп, ұрпақ тарала бастады. Оларға дін үйретуші Адам пайғамбар болды. Олар бір Аллахқа ғана құлшылық қылатын, бөлініп жарылмаған бір үмбет еді. Абу Муса әл-Ашғари, Аллах оған разы болсын, Аллах тағала Адамды жұмақтан жерге түсірген кезде оған барлық нәрсені жасауды үйреткен деп риуат еткен. Демек, ол білімді, киінуді, өнерді және кәсіп жасауды барлығын үйреніп түскен. Темір мен ағаш өңдеуді, отты пайдалануды, тоқыма өнерін және көптеген тіршілікке қажет нәрселердің барлығында адамзат жаратылғаннан бері білген. Қабыл мен Әбілдің қиссасы. Адамның тұңғыш ұлы Қабыл болды. Құранда Қабыл мен оның бауыры Әбілдің қиссасы арнайы баяндалады. Қабыл қатыгез, тас жүрек жан болып өсті. Ал Әбіл керісінше жібек мінезді, мейірімді болатын. Қабыл егіншілікті, Әбіл болса қой бағуды кәсіп қылатын. Ал мал бағу ісі сабырлық пен мейірімділікті қажет етеді. Яғни тілсіз тіршілік иелерін жем шөпсіз, сусыз, қараусыз қалдырып қиянат етуге әсте болмайды. Қазіргі таңда ағасының өз қарындасына үйленуі харам һәм азғындық екені баршаға мәлім, басы ашық мәселе. Ал адамзат тарихы енді ғана бүршік атып, қалыптасып келе жатқан сол бір көне заманда адамзаттың көбеюі үшін арнайы заңдарға жүгінуге тура келді. Сондықтан сол тұстағы қоғам мүшелерінің барлығы адамның балалары бір-біріне бауыр болғандықтан, оларға өздерімен сыңарлас туылған қарындастарынан басқаға үйленуге рұқсат етілді. Қабылдың қарындасы Әбілдің қарындасына қарағанда көрікті еді. Ол қарындасын бауыры Әбілге бергісі келмей, оған өзі үйленуді қалады. Алайда бұған Адам тыйым салғанды. Адам өз балаларына дін заңдарын белгілеуші пайғамбар еді. Оның шариғатында балаларына өзінің сыңарлас қарындасына үйленуге рұқсат етілмейтін. Қабыл бұған қатты наразылық танытты. Бірде Адам оларға Аллах тағаланың разылығы үшін тарту етілетін құрбандық ұсынуды белгіледі. Олардың құрбандықтарының бір ерекшелігі сол құрбандықтың қабыл болған не қабыл болмағанын білдіретін белгісі барды. Егер құрбандық қабыл болса, оған от немесе найзағай тиіп жалмайтын. Бұл белгі құрбандықтың қабыл болғандығын білдіретін, ал от тимеген құрбандық қабыл болғанға саналмайтын. Сонымен құрбандық берер күні Әбіл
қойларының ішіндегі ең жақсысын таңдап алып, оны Аллах тағалаға құрбандық ретінде ұсынды. Ал Қабыл жеуге жарамсыз, бұзылған нашар көкөністерін алып келді. Олар келесі күні келгенде, Әбілдің құрбандығына от түскенін, ал Қабылдың құрбандығына ештеңе тимегенін көрді. Бұл жағдай Қабылдың Әбілге деген ашу ызасын одан сайын өршіте түсті. Бұрыннан ақ ол өз қарындасына Әбілдің үйленуін қаламайтын. Енді оның үстіне құрбандық мәселесі келіп қосылғанда, шайтан оны «Бауырыңды өлтір» деп азғырды. Сонымен Қабыл бауырын өлтірмекке бекінді. Кісі өлтіру бұларда бұрын болмаған жат нәрсе болатын. Ол Әбілге келіп, «Мен сені өлтіремін» деді. Әбіл оған, «Егер мені өлтірмек болсаң, қорғанбаймын. Саған қарсы қол көтермеймін, қарсыда шықпаймын. Сен мені өлтіріп, күнәһар атанып, күнәларыңның үстіне күнә арқалайсың» деп жауап қатты. Бірақ Қабыл бәрібір алған бетінен қайтпай, Әбілді өлтірді. Бұл адамзат тарихындағы алғашқы кісі өлтіру қылмысы еді. Қабыл не істерін білмей абдырады. Бауыры Әбілдің денесін арқалаған күйе жан жаққа безек қақты. Сол уақытта Аллах тағала кенет екі қарғаны түсірді. Олар бір-бірімен шұқысып, біреуі екіншісін өлтірді. Сосын тірі қалған қарға жерді қазып, өлген қарғаның денесін сонда тастап, үстін топырақпен жапты. Олардың әрекетін бақылап отырған Қабыл бауырын қалай көмуді білді. Жерді қазып, оған Әбілдің денесін қойды да, бетін топырақпен көмді. Ол өзінің орнытылмас ағаттығына қатты өкінді. Бірақ кінәсі үшін Аллах тағаладан кешірім сұрамады. Шынайы тәубе толық болу үшін жалғыз өкініш жеткіліксіз. Егер кісі бір күнә істесе, ол міндетті түрде Аллах тағаладан кешірім сұрау керек. Аллах тағала Құран кәрімде Қабыл мен Әбілдің оқиғасын, «Мұхаммед, оларға адамның екі ұлының әңгімесін ақиқатпен оқы. Сол уақытта екеуі Аллахқа жақындық үшін құрбандық ұсынған еді. Сонда біреуінен қабылданып, екіншісінен қабылданбады. Құрбандығы қабыл болмаған Қабыл, «Мен сені өлтіремін» деді. Сонда Әбіл, «Аллах расында тақуалардан ғана құрбандық қабыл алады. Сен мені өлтіруге қол созсаң да, мен сені өлтіру үшін қол созбаймын. Мен әлемдердің Раббысы Аллахтан қорқамын. Және мен сенің өз күнәңнің үстіне менің күнәмді жүктеп, тозақтық болуыңды қалаймын. Залымдардың жазасы осы» деді. Сонда оның нәпсісі бауырын өлтіруге итермеледі де, ол оны өлтіріп, зиян шегушілерден болды. Сол кезде Аллах оған бауырының өлігін жасыруды көрсету үшін жер қазған қарғаны жіберді. Сонда Қабыл, «Сорым құрысын, бауырымның денесін көмуде осы қарға құрлы бола алмадым ба?» деп өкінушілерден болды деп баяндайды. Сағат ибн Абу Ваққастан, Аллах оған разы болсын, риуат етіледі. Осман ибн Аффанның, Аллах оған разы болсын, тұсында орын алған бүлік кезінде Сағат, «Мен Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның шынында бір бүлік болады. Сол кезде отырған кісі әрекет етушіден жақсырақ» деп айтқанына куәмін. Сонда одан, «Егер біреу үйіме кіріп, мені өлтіру үшін қол созса ше» деп сұрағанда, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, «Адамның ұлы сияқты бол» деді деген. Басқа риуаятта, «Сен Аллахтың кісі өлтіруші құлы емес, Аллахтың өлтірілген құлы бол» деп айтылған. Сондай-ақ Ибн Аббас, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, жеткізген хадисте Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, «Зұлымдықпен өлтірілген әрбір адам қанының бір бөлігі адамның тұңғыш ұлына, Қабылға барады. Өйткені ол кісі өлтірудің негізін салған алғашқы адам» деген. Яғни қиямет күніне дейін әрбір кісі өлтірушінің күнәсінің бір бөлігін Қабыл көтереді. Бұл оның Әбілді өлтіргенінің ғана емес, бәлкім кісі өлтіруді алғаш бастап берген әрекетінің жазасы. Кімде-кім бір жаман істі бастап, оны адамдар арасында әдетке, ғұрыпқа айналдырса, ол өз күнәсінен бөлек қиямет күніне дейін оны істеген кісілердің де күнәларының бір бөлігін арқалайды. Қабыл Әбілді өлтірген соң әкесі адамға көрінгісі келмей, әйелін алып жазық далаға қашып кетті. Ал адам балалармен таудың етегінде тұратын. Сөйтіп, ол адамнан алшақ күн кешті. Қабылдан ұрпақ тарап, олардың арасында бұзық іс-әрекеттер туындады. Дегенмен олар бір Аллахқа ғибадат ететін. Алайда араларында Аллахтың әміріне қарсы келу, адамның шариғатына бойсынбау, тағы сондай кереңсіз жайттар белең алып тұрды. Адам ұрпағы осылай бір-бірінен бөлек
екі қоғамға бөлінді. Адамның дүние салуы. Өмір жалғасып жатты. Адам 1000 жыл ғұмыр кешті. Оның өмір жасы туралы Ибн Аббас, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: шын мәнінде ең бірінші болып мойындамаған адам деп 3 рет айтып сөзін. Аллах адамды жаратқан кезде оның белін сипап ұрпақтарын шығарды. Аллах олардың екі көзінің ортасына бір нұр жасаған еді. Сонда ол адам: «Уа Раббым, бұлар кімдер?» деп сұрады. Аллах тағала: «Бұлар сенің ұрпағың» деді. Адам өз ұрпағының ішінен бір кісіні көрді. Оған оның екі көзінің ортасындағы нұры ұнады. Сонда ол: «Уа Раббым, бұл кім?» деп сұрады. Аллах тағала: «Бұл сенің ұрпағының ішіндегі соңғы халықтардан шығатын бір кісі. Оның есімі Дәуіт» деді. Адам: «Оған қанша өмір бердің?» деді. Аллах тағала: «60 жыл» деді. Адам: «Уа Раббым, оның өмірін ұзарт» деді. Аллах тағала: «Тек сенің өміріңнен ұзартамын» деді. Сөйтіп, адамның өмірінен Дәуітке 40 жыл қосылды. Аллах тағала періштелерді куә қылып жаздыртып қойды. Адамның өмірі аяғына жеткен кезде оған өлім періштесі келді. Сол уақытта ол 960-ға келген болатын. Ол өз жасының 1000 жыл екендігін білетін еді. Сонда ол өлім періштесіне: «Менің 40 жыл ғұмырым қалған жоқ па?» деді. Періште: «Оны 40 жылды ұлың Дәуітке бермедің бе?» деп айтты. Бірақ ол мойындамады. Аллах тағала оған жазуды шығарып, дәлел келтірді. Сосын Дәуіттің өмір жасын 100-ге, адамның өмір жасын 1000-ға толтырды деген. Адам қателесті, ұмытты және мойындамады. Бірақ ол мұны қасақана істеген жоқ. Расында да ұмытып қалғанды. Бертін келе бұл адамзаттың табиғи болмысына айналды. Олар мойындамайды, бірақ көбінесе ұмытулары себепті тайқиды. Олар қателікке жол беріп алады, әсілінде бұл да ұмытшақтықтан. Ибн Зумра Ас-Сағди: «Мен Мәдинада сөйлеп тұрған бір шейхті көрдім. Ол туралы адамдардан сұрадым. Олар: бұл Убай ибн Қағф деді. Сонда ол: Убай, адам өлін төсегінде жатқан уақытта балдарына: менің жәннат жемістерін жегім келеді деген деді деп риуат еткен. Жәннатта жер бетіндегідей алма, анар, жүзім сияқты жемістердің барлығы да бар. Бірақ айырмашылығы, бұл дүние жемістері уақыты өтсе, шіріп жеуге жарамсыз болып қалады. Ал жәннатта олай емес. Сондай-ақ бұл дүние жемістерінің дәмі қарапайым, ал жәннаттағы жемістердің дәмі мүлдем өзгеше, шырынды. Адам жәннаттағы сияқты жеміс жеуді қалады». Убай ибн Қаб, Аллах оған разы болсын, олар жеміс іздеп кетті. Бірақ оларға адам кейпінде, қолдарында кебін, иіс су сияқты жерлеу құралдары мен мәйітті арулау заттары бар періштелер жолықты. Олар: «Ей, адамның балалары, не қалайсыңдар, не іздеп жүрсіңдер?» деп сұрады. Адамның балалары: «Әкеміз науқас еді, оның жәннат жемістерінен жегісі келеді» деді. Періштелер: «Арттарыңа қайтыңдар, әкелерінің ажалы жетті» деді. Періштелер келген кезде Хауа оларды танып, адамға жабысты. Сонда адам Хауаға: «Маған жақындама, өйткені мен іблістің азғыруына сенің ықпалыңмен берілген едім. Енді мені мен Раббымның періштелерінің арасына келікпе» деді. Сонда өлім періштесі адамның жанын алды. Періштелер оны жуып, кебіндеп жерледі. Олар адамды жерлеуден бұрын оған жаназа намазын оқыды. Сосын оны қабірге қойып, бетін топырақпен жапты. Содан кейін адамның балаларына: «Ей, адам балалары, бұл сендердің дәстүрлерің» деді деп айтқан. Олар қалай жерлеуді білмейтін еді. Қабылдың әбілді қалай көмгенін де көрмеген болатын. Сонымен 1000 жыл өмірін түгелдей ұлы Аллахқа бойсумен өткізген адам дүние салды. Өз өмірінде ешқашан Аллахтың әміріне қарсы шықпады. Ол тек жәннаттағы тыйым салынған ағаштың жемісін жеген кезде ғана күнә істеген болатын. Ал қалған өмірінің барлығы ұрпақтары үшін үлгі өнегеге толы болды. Содан 1 жыл өткеннен кейін Хауа анада дүние салды. Адам пайғамбардың қиссасынан алынар ғибраттар. Алғашқы күнә тәкаппарлық. Сондықтан ғұламалар барлық күнәлардың негізі тәкаппарлық деген. Сол себепті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: «Жүрегінде қыша дәннің салмағындай менмендік болған адам жәннатқа кірмейді» деп айтқан. Осы мағынаны беретін көптеген хадистер келтірілген. Сондай-ақ киімді менменсіп,
жерге сүйретіп жүруден қайтаратын, Аллах паңдықпен киімін сүйретіп жүретін кісіге қиямет күні назарын салмайды делінген хадис жеткен. Киіммен, үй-жаймен, немесе руымен, ата-тегімен мақтану, ұлтшылдық, рушылдық күнәлардың негізі болып табылады. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалардың бірінің, «Ей ансарлар», ал басқа бірінің, «Ей мұхажирлер» деп өз жақтастарын шақырып жатқанын естіген кезде, «Қойыңдар оны, расында ол жиіркенішті нәрсе» деген. Және адамдар арасындағы бақталас, мақтанушылық, тәкаппарлыққа жатады. Қарапайым қызметкерге, жалгер жұмысшыға, немесе міскіндерге менменсу қарау аса ауыр күнә. Өйткені Аллах тағалаға қатысты алғашқы көпірлік тәкаппарлықтан туған. Күнәні мойындау. Адам мен іблістің арасындағы үлкен айырмашылық. Ібліс қарсылық танытып менменсіді, және осы әрекет үшін мәңгілік тозаққа лайық болды. Ал адам Аллахтың әміріне қарсы келіп күнә істегенімен, одан өз күнәларын кешіруін сұрап жалбарынды. Сондықтан ғалымдар кіші күнә мойындаумен, ал үлкен күнә кешірім сұрау арқылы жуылады деп айтқан. Абу Хурайра, Аллах оған разы болсын, жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: егер адам баласы сәжде аятын оқып, сәжде жасаса, шайтан жылап, маған қасірет болсын. Адам баласы сәждеге бұйырылып, сәжде жасады да, оған жәннат болады. Мен сәждеге бұйырылдым да, қарсы шықтым, маған тозақ болады дейді деген. Адам баласының алғашында сана сезімі төмен болған. Оны адам еткен еңбек. Ол аң аулауды және отты қалай пайдалануды үйренді. Келе-келе тілі шықты деген пікірлердің қисынсыз, ақиқатқа мүлдем жанаспайтыны бүгінде жан-жақты дәлелденген. Аллах тағала адамды әу бастан білімді, періштелерден де білгір етіп жаратты. Жәннатта сен ашықпайсың және жалаңаш болмайсың. Тарихшылар адамдар әуелде жалаңаш болған, сосын киінуді үйренді деген негізсіз тұжырым айтады. Асылында Аллах тағала адамды және оның ұрпағын жәннатта да, жерде де киіндірді. Бұл туралы ол: «Ей адам баласы, ұятты жерлеріңді жабу үшін сендерге киім және сәндік бұйым сырдық. Негізінде тақуалық киімі жақсы. Солар Аллахтың белгілері, мүмкін түсінерсіңдер» деген. Ал адам ата мен Хауана жаратылғаннан бері жалаңаш болмаған және жалаңаштықтың не екенін де білмеген. Өйткені Аллах тағала жәннатта сен ашықпайсың және жалаңаш болмайсың деп айтқан. Біздің шариғатымызда жаратылған мақлұққа сәжде етуге тыйым салынған, ал бұрынғы шариғаттарда құрмет сәждесіне рұқсат етілген. Бірақ бұл әлбетте ғибадат сәждесі емес, құрмет ретіндегі сәжде болатын. Шын мәнінде де қыңырлық әйелдердің табиғатында бар. Кейде оларда ақыл емес сезім билейді. Егер оны қатты шүйліксең, сындырып аласың. Ал егер мән бермесең, онда ол өзін шыдауға тура келетін сол сезімінде қалады. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: әйелдермен жақсы қатынаста болыңдар, яғни оларды табиғатына қарсы мәжбүрлемеңдер деген. Қабылдың тәубесінің қабыл болмау себебі, ол тәубенің қабыл болу шарттарын орындамаған еді. Тәубенің қабыл болу шарттары мынадай: күнәдан тез арада тыйылу, істеген күнәсіне шын мәнісінде іштей күйзеліп өкіну, Аллах тағаладан жалбарынып кешірім сұрау, тәубені кешіктірмей жасау. Өйткені жан алқымға келгенде немесе күн батыстан шыққанда жасалған тәубе қабыл болмайды. Достар, осымен адам ата алейхи уассаламның қиссасы тамам. Алдағы уақытта адам ата алейхи уассаламның ұлдары Шис, Идрис, Нұх пайғамбар алейхи уассалам туралы қиссаларды оқып шығаратын боламын. Сондықтан каналыма жазылып, лайк басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Рамазан айында ғибратты әңгімелерді тыңдауды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болайық, тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын.